Екеуің бірдей таптың, е? Балнұр мен Мерей өте маңызды шаруалармен айналысып отырған негізінде. Балнұр, міне көріп отырсыздар, жұмыс істеп отыр ноутта. Өте сондай маңызды жұмыс. Мерей тоже маңызды жұмыс істеп отыр. Маңыздылығынан қалыспайды деп. Иә. Бірақ олардың жұмыстарынан да өте маңызды шаруаға оларды отвлекать еттім. Енді не деп ойлайсыздар ол? Не деп ойлайсыз? Ол ойын. Және менің сүйікті Луиза Хейдің 2 кітабы жақында оқып біткен. Сол ойынды ойнаудың құралы болады. Так, Балнұр енді «Мудрость женщины»ды оқыды. Қатты ұста, ашпа, алдыңа қой. Мерей әлі ешқайсысын оқыған жоқ, бірақ мынаны алдыңа. Рахмат деп дейсің. Көрермендерің бұл жақсы кітап оқыған қыз екен деп ойлаймын. Мақұл. Оқыды. Кітап туралы кейін обзор болады. Ал әзірге ойын. Так, бірінші шарт. Сендер ақырын ғана жай 3-ші бетті ашасыңдар. Сөйтесіңдер да. 3-ші бетті қақта кейін қақта білесіз? Бірінші 3 беті. Ана алғашқы 3 беті. Просто бүйтіп өзіміз астына щупать табамыз ба? Щупать етіп табасың. Қарасай? Сан страницасына Нөмірі, беттің нөмірі. Аштың 3-ші. Енді аш. Екеуінде де не ма? Введение ма? Иә, предисловие. Предисловие. Енді Балнұр 7-ші қатарды оқысын. По времени своей болезни я уже несколько лет занималась исцелением людей. Мерей, сен 13-ші қатарды оқы. Повествование я построила в свободном хронологическом порядке. Арғыға жалғастырамыз. Балнұр жай 14-ші бетті ашасын. Мерей 17-ші бетті ашасын. Жай бірақ. Енді 3-ші қатарын оқыды. Жоғарыдан санағанда. Дауыстап оқымай қой. Өзің 3-ші қатарын тапты. Соны ішіңнен оқыды. Тілектілі. Сен 8-ші қатарды тапты. Мына жерден онда өлең тұрса 8-ші қатарын тапты. Иә, 8-ші қатарын тапты. Сосын ішіңнен тілектілі. 3 дедің ба маған? Иә. Two hours later. Тілектілейміз бе? Иә. 2 hours later. Тілектіледіңдер ма? Астынан қатты ашпаңдар. 149 деген бетті табыңдар. Екеуің бірдей таптың, е? Концерт 24 декабрь Гранд концерт. Капец, Назгуль. Жылап отыр ма? Не болды саған? Ярый фанаттар ұқсап жылап отырсың ғой. Жоқ, ол неден ол оған да ғой, просто именно сен беріп отқаныңа жылап отырмын да. Сен болмайсың ба не? Кәдімгідей мынандай малая аренада бешеный энергетикамен ұрасыңдар ғой, деп. Рахмет. Күшті подарок болды вообще. Прям вообще күшті. Не верится. Бағана негізінде мен бір жағынан YouTube көрермендерге де айтып отырайын, бір жағынан сендерге де. Негізінде бұл бір влог болады деп ойлаған жоқпын, бірақ көшеде кенеттен түсіріп бастадым. Қазір мен бара жатырмын деп. Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін 13-ші желтоқсан. Сіздер мен Назгүл Назар. Менің арнама қош келдіңіздер. Қазір мен екі сіңліме, Балнұр мен Мерейге 91-ның
Алматы аренада өтетін концертіне билет алуға бара жатырмын. Ол екеуі білмейді әлі. Сондықтан бұл сондай сыйлық. Бірақ сөйтіп бара жатқан кезде ойладым. Ақыры мен 100 академияға бара жатырмын. Неге онда бір сондай енді полноценный влог түсірмеске деп. Мен ол кезде өкінішке орай Алматыда болмай, мен ертерек кетем Шымкентке. Сол үшін әрине кішкене өкінішті. Бірақ енді мен бармасам да екеуі сондай от души 91-ның әндеріне отрываться етіп қайтсын деген оймен, ниетпен алайын деп жатырмын. Сөйтіп ойладым, қазір керемет влог шығады. Барам, 100 академияны түсірем. Өте іші керемет. Билет алып жатқан жерлерімді түсірем. Сөйтіп өзім ойша ол влогты монтаждап. Сөйтсем, iPhone суық күнде, білген істеді. iPhone өшіп қалды. Мен 100 академияны әрең таптым, себебі тугис өшіп қалды iPhone өшкеннен кейін, енді жоқ. Оның үстіне ең самый прикол, бизнес-центрдің ішінде орналасқан екен ғой, мен қайдамды, мен оны ойлаптым. 100 академия ол бөлек тұрған сондай бір ғимарат деп. Сөйтіп соны іздеп жүрмін, жаңағы 100 академия дегеннен. Бір жағынан бүйтіп келдім, сөйтсем, ана жерде бір күндік жаңағы бизнес-центр тұр. Стройка жүріп жатыр сол жерде. Сөйтіп ойладым, деп. Мына жағынан келейін деп, басқа жағынан келсем, қайтадан сол жерге келдім. Сөйтіп бір нәрсе не то деп қойдым. Саламатсыз ба, сіз игілсіз ба маған? Қарай біреулер. Біреулерге осындай 100 академия деген осында қай жерде орналасқан, ешқайсысы жөндеп жауап бермейді, білмейді. Және де ең қызығы, ең көп сұраған менің студенттер болды. Ал ол студенттер тура сол жаңағы бизнес-центрге қарама-қарсы орналасқан мед бір университеттің студенттері екен. Ешқайсысы білмейді. Сөйттім да, мен ол мега жақта екен ғой, анау Сейфуллинда. Сол жаққа қарай шықтым да, адамдардан сұрастыра бастадым. Сөйтсем бір қыз кездесіп қалды. Ол қыз, мен тура қазір сол жаққа бара жатырмын, жүріңіз деді. Артынан жүгіріп бардым соның. Сөйтсем, сонымен 2 сағат айналып жүрген, мен ішіне кіріп та, не так обидно стало. Сол жерде жұмыс істейді екен, билетті маған сол қыз сатты. Сөйтіп мен кеттім. Сонымен сіздер көріп отқан влог мен ойлағандай емес, бірақ реакциялары мен ойлағаннан да керемет болды. Сол бір влог болатын нәрсе емес шығар дегенмен сондай есте қаларлық реакция күн, және де сол 24 желтоқсанда сондай күшті керемет күн болады деп ойлаймын. Әрине өкінішті бұл жерге менің де бара алмайтыным бір игілісқа кем болады. Ана жердегі энергетика, ана жердегі нені ойласам, өте сондай мына жерім бір түрлі кетеді. Сол үшін мен ойламауға тырысып тұрмын. Сол, менің Неочемский влогымды көргендеріңізге рахмет. Арнама жазылыңыздар. Сол кезде мен Ачемский влогтарды түсіруге уәде беремін. Сол, егер ұнаған болса, Неочемский влогына қарамастан, онда білесіздер. 24 желтоқсан Малая аренада 91-ның концертін көруге қалай қарайсың? Еще историяда шыға береді ғой, 11 күн қалды, 10 күн қалды, тұрмарды. Сау!